Сенде білім бар ма, әлде жай ғана кругозор ма? Білім ол қараңғылықты жарық қылады, бізді алға жетелейді деп айтамыз. Қазіргі заманның дерті адамдар тренингтен тренингке баруға, курстарды оқуға, ақпаратты жинауға, көп кітап оқуға құмар. Бірақ оны қолданбайды. Жалпы бұл ойға мені өмірдегі бір оқиға жетеледі. Енді түсініктірек болу үшін мысал келтірейін. Мысалға мен өз шәкірттеріме тапсырма беремін. Тапсырма берген кезде оған нұсқау көрсетіп, тапсырманың жауаптары қайдан табуға болатыны туралы кітаптар тізімін беремін. Оны оқып шығып, содан сұрақтарға жауап табатынын айттым. Бір оқушым шығып, ол кітаптарды оқып қойғанмын деп жауап берді. Ал сіз бұл кітаптарды кругозор үшін оқығансыз. Ал қазір алдыңызда нақты тапсырма тұр, ал оның шешімін сіз нақты осы кітаптан тауып аласыз. Сол кезде ол сізге мүлде басқаша көрінеді деп түсіндірдім. Тағы бір мысал ретінде, менің бір оқушым Қазақстан тарих пәнінен авторын белгісіз, білмеймін, бір кітап оқып жүр екен. Ол кітаптың сол оқушыма пайдасы тиеді, себебі оның қазіргі таңда алдында үлкен проблема тұр. Оқыған білгенін қолданса, ол проблемасын шешеді және өзіне пайдалы білім алады. Енді бүгінгі сабағымыздың түйіні оқыған білгенін қолданса, ол проблемасын шешеді және өзіне пайдалы болады. Бүгінгі тақырыбымыз сенде білім бар ма, әлде жай ғана кругозор ма? Тақырыбымыздың түйіні оқыған білгенін қолданып жүрсеңіз, ол сіздің проблемаңызды шешеді және де өзіңізге пайдалы болады. Осы видео ұнаса, ақпараттар пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар, және де сұрақтарыңыз болса, комментарийға сұрақ қойсаңыздар, мен міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап беремін. Бай-бай!